Барлығыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Гүлнұр. Бүгін таңғы асқа осындай дәмді сырники дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін керегі 600 грамм творог. Творог өте құрғақ творог алған жөн. Егерде сулы, суы шығып тұрған творог алатын болсаңыздар, одан сырникиді лепить ету өте қиын болады. Тіпті мүмкін емес десе де болады. Сол үшін осындай өте құрғақ творогты таңдап алыңыздар. 600 грамм творогымызды үлкен ыдысқа саламыз. Егерде сізде ірі творог болатын болса, оны өте ұсақ етіп жасап алуды ұсынамын. Егерде сондай ірі творогтарды алатын болсаңыздар, олар бір-бірімен бірікпейді, жабыспайды. Жабыспағаннан кейін сырникиларыңыз ажырап, шашылып кетеді. Сол үшін де творогтың ұсақ және құрғақ болғаны жөн. Мен 600 грамм творогқа 5 ас қасық қантты қостым және 2 жұмыртқаны қостым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Кәдімгідей қамыр илегендей қолымызбен мыжып, барлық масса бір-бірімен біріккенін бақылаңыздар. Жұмыртқаны жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызды салып, асықпай мұқият бәрін бірге араластырып, кәдімгі тесто илегендей жасап аласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай, кәдімгідей қою тесто сияқты болып шықты. Өйткені біз сырникиға домалақ форма береміз. Ол бір-бірін қатты ұстап тұру керек, қуырып жатқан уақытта ажырап кетпейтіндей. Сырникидің порциясын өлшеу үшін, размерін дейміз ғой, өлшеу үшін осылай бір ас қасықты алсаңыздар болады. Ұнды тақтайшаға сеуіп, асықпай мұқият дөңгелек форма жасайсыздар. Жағы прям идеально ровный болсын десеңіздер, осылай стаканды алып, айналдырып жасасаңыздар, формасы өте әдемі болып шығады. Дәл солай қалғандарында жасап шығасыздар. Жасалу жолында ешқандай да қиындық жоқ, тек қана творогтың құрғақ және ұсақ түрін мұқият таңдап алсаңыздар болды. Бұл рецептпен 100% жақсы сырникилар шығады. Оған күмәндарыңыз болмасын. Таңғы аспен осындай дәмді етіп жақындарыңызды қуантыңыздар. Бұны морозильникке сақтап қатырып қоюға да болады. Енді сырникиларымызды қуырамыз. Табаға сары майды салып, табамызды қыздырып, майымызды ертіп аламыз. Ертіп алғаннан кейін оттың астын аздап ақырындатып қоясыздар. Негізі кокос майымен қуырса өте қатты дәмді болады деп айтады. Мен кішкентай қалада тұратын болғандықтан, маған кокос майын табу оңай емес. Сол үшін сары маймен жасадым. Сары маймен де өте дәмді болады. Сары май болмаса, қарапайым шемішке майымен де жасауға болады. Подсолнечное масло деп айтамыз ғой. Сомен де жасауға болады. Енді сырникимізді астын ақырындатып, отқа салып, әр бетін 4 минуттан қуырып аламыз. Бетін крышкамен жауып қойған жөн. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бірде-бір сырники жарылып немесе бөлініп қалған жоқ. Барлығы өте әдемі болып пісіп жатыр. Таңғы ас үшін өте таптырмайтын нәрлі тағам. Маған өзіме қатты ұнайды осы. Балаларым да сүйіп жейді. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!